Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жаратылыстану 2-ші сынып, 2-ші сабақ. Бақылау қалай жүргізіледі? Осы тақырыпта біз сендермен әңгіме-дүкен құрайтын боламыз. Мына құралдар қалай аталады? Олар не үшін қажет болуы мүмкін? Осы құралдар пайдаланатын зерттеу әдістерін ата. Қане балалар, қайсы құралды біз танимыз? Біз күнделікті өмірде көп кездесетін қай заттарды білеміз? Қане еске түсіріп көрейік. Мына тұрған бұл фотоаппарат, яғни сурет кескіндерді суретке түсіруге арналған аппарат. Ал мына аппарат телескоп. Біз 1-ші сыныпта телескоппен таныс болған едік. Бұл аспан денелерін зерттеуге арналған құрылғы болатын. Естеріңе түсті ме, балалар? Келесі, бұл микроскоп, яғни біздің көзімізге көрінбейтін майда вирустар, микробтарды үлкейтіп көретін құрылғы. Бақылау дегеніміз табиғат құбылыстарын зерттеу әдісі. Адам оны табиғат дамуына кедергі келтірмей бақылайды. Қоршаған орта туралы алғашқы білім бақылау арқылы алынады. Бақылай білу зерттеушіге қажетті қабілет. Бақылау барысында табиғатта болып жатқан процестерге кедергі келтірмеген дұрыс. Зерттеушілер бақылауды жоспар бойынша жүргізеді. Бақылау жоспары. 1-ші мақсат қою керек. Және нысанды анықтау. Кезеңдерді анықтау. Мерзімді белгілеу. Нәтижені тіркеу. Жазып алу немесе суретін салу. Қорытынды жасау. Бұл көріп тұрғандарың бақылаудың жоспары. Бақылау жүргізді. Қуаныш пен Айсұлу аулада бақпақ қалай пайда болды деген сұраққа жауап іздеп бақылау жүргізді. Олар өз бақылауларын камераға түсіреді. Осы тақырып бойынша нені білгің келеді? Бақылау мақсаты қандай? 1-ші, білу, анықтау, түсіну. Осы бақылаудың мақсатын анықта. Балалар, бұл бақылаудың мақсаты не деп ойлайсыңдар? Бұл бақылаудың мақсаты бақпақ гүлі қалай өсіп шығады. Десек болады ма? Балалар бақылаған нысанды ата. Ол нысан бақпақ гүлі. Бақылау қандай мерзімде жүргізілді? Әрине, көктемде. Немесе күн жылы мезгілде. Айсұлу мен Қуаныш бақпақты бақылау арқылы нені анықтай білді? Бақылаудың қалай өсіп шығатынын бақылады. Бақпақтың тостағаншасына қалай өзгереді? Болжам жаса. Балалар, бақпақ гүлінің біз 2
түрге өзгергенін білеміз. Алғашқыда бақбақ гүлі сары гүл ашады. Содан соң оның үстінде үлпілде қауырсын сияқты пайда болады. Балалар, оны біз күнделікті өмірде көріп жүрміз. Пиктограмма дегенім схема немесе суреттің көмегімен затты бейнелейтін белгі. Ғалымдар өз бақылауларының нәтижесін жазып отырады. Оны схема, кесте және пиктограмма түрінде ұсынады. Біз естеріңде болса, пиктограмма деген сөзбен бірінші сыныпта математика сабағынан таныс болған едік. Яғни біз пиктограмманы зерттеу жұмысын жасағанда да пайдалануға болады деген сөз. Физик ғалымдар магниттің қасиеттерін тексерді. Астроном ғаламшардың қозғалысын бақылайды. Мына ғалымдардың қандай бақылау жүргізетінін анықтады. Бірінші ботаник. Ол ботаник нені зерттейді? Өсімдіктерді. Яғни қандай өсімдікті зерттеп жатыр? Қалай ойлайсыңдар? Суретте неге ұқсайды? Әрине, пиязға ұқсап тұр, балалар. Зоолог, яғни зоолог ғалымдар. Суретте көріп тұрғандарыңдай жәндіктер, жануарларды зерттейтін ғылым болып табылады. Сен білесің бе? Теледидар немесе компьютер экранда гүл қауызы көз алдымызда ашылып, гүлге айналып көрген боларсың. Шын мәнінде бұл процесс бірнеше күнге созылады. Мұндай бейнелеу гүлді дүркін фото суретке түсіру арқылы жасалады. Ойлан, байқампаздық неліктен кез келген зерттеуші үшін маңызды? Осы сұраққа жауап беріп көр. Бақылау барысында неліктен табиғи процестерге кедергі келтіруге болмайды деп ойлайсың? Өз ойыңмен бөліс. Үйдегі жануарды бақыла. Бақылау жоспарын жаса. Қорытындысын дайында. Бақылау бізге не үшін қажет? Бақылау жүргізудің кезеңдерін ата. Әр кезеңді сипатта. Бақылау үшін қандай құралдар қолданылады? Жауап беріп көр. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге берілген тапсырма өте қызықты болады деген сенімдемін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.